Сәлем достар. Сәлем, қош келдіңіздер. Пока қыздар қосыла бергенге дейін шамалы 1-2 минут күте тұрайық. Бүгін Instagram арқылы пайда табудың 4 әдісі атты тегін вебинар. Мен өзім туралы қазір айтып кететін боламын. Алда қазір адамдарды күтіп отырған кезде танысып отырайық. Біріншіден жазыңыздар, слайд көрініп тұрма сіздерге, мен естіліп тұрмын ба, қалай көрініп тұр. Жаңадай 5 балдық жүйемен бір жаман көрініп тұр, немесе естілмейді, 5 жақсы көрініп тұр, барлығы дұрыс, слайды көріп тұрмын, даусың естіліп тұр, бейнең көрініп тұр деген баға бер жіберіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлем. Кіре беріңіз. Қош келдіңіз. Вебинарға қош келдіңіздер. Естіліп жатыр. Естіліп көрініп. Рахмет қыздар. Барлығы дұрыс болғанына қуаныштымын. Сәлеметсіздер ме? Кіріңіз. Төрлетіңіз, қош келдіңіз. Біз қазір қыздар әлде вебинарға келем деген адамдарды күтіп отырмыз. 1-2 минут. Қалай естіліп тұр, қалай көрініп тұр, қалай слайд көріп тұрма, мен көрініп тұрмын ба, сол туралы қыздар жазып жатыр. Қош келдіңіздер. Танысып отырайық, қай қаладан сіз, есімдеріңіз кім? Естіліп тұр, көрініп тұр. Рахмет қыздар. Қош келдіңіздер. Сәлем Ақтөбе, сәлем Жезқазған. Қазақстанның барлық түкпір-түкпірінен жиналып отырмыз, қуаныштымын өте. Сәлем қыздар, кіре берейік. Қош келдіңіздер. Көрініп тұр ма? Жаңадан келген қыздар жаза беріңіз. Көрініп тұр, естіліп тұр, слайд көрініп тұр, сіз жақсы көрініп тұрсыз деп. Өте қуаныштымын. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Қазір сіздерге Instagram туралы, Instagramда табыс табудың әдістері туралы, ол табысқа қалай жету керек, сол қадамдар туралы айтатын болам. Басталып кеткен жоқ, күтіп жатырмыз сіздерді. Басталып кетті ма деп сұрап жатыр. Күтіп жатырмыз, адамдардың толық кіргенін. Қазір бастаймыз, бұйырса, шамалы шыдай тұрыңыздар. 1-2 минут деп айтқан едім, кіре беріңіздер. Қай қаладан екен жазып жатыр қыздар. Рахмет үлкен, қош келдіңіздер. Ұзақ күтпейік, адамдар қосылып аржаннан бізді қуып жетер деген үміттемін. Бүгінгі вебинар Instagram арқылы пайда табудың 4 әдісі туралы. Мен өзім жүргіземін. Қазір өзімді таныстырып кететін болсам, вебинардың жүргізушісі мен Гүлбақыт Қожахметова. Менің жеке парақшамды Instagramда көріп жүрген шығарсыздар, bupitai.kz. Мен өзім бизнес-тренермін, яғни табысты Instagram онлайн курсының авторы. Сол курстың жүргізушісі болып келемін. Қазақша тренинг парақшасындағы тренерлердің қатарында бармын. Кәсіпкермін, өйткені мен Instagram арқылы, жаңағы SMM агентствомыз бар, Алматы қаласы бойынша жаңағы манты сататын парақшамыз, манты емес, домашний жаңағы полуфабрикаты деп айтамыз ғой, ол да бірінші эксперимент ретінде басталған еді, одан әрі қарай бизнеске ұласып кетті. Ол да Instagram арқылы табыс табудың бір әдісі, ол туралы әлде айтатын боламын, яғни мен кәсіпкермін. Одан кейін SMM эксперт, яғни Instagramды қалай жүргізу керек, одан қалай табыс табуға болады, продвижение деп айтамыз, жылжыту, сол туралы толық оқудан өткен тәжірибем бар болғандықтан, сіздермен осы SMM саласы бойынша қызығып жүрген адамдарға өзімнің тәжірибемде болған нәрселермен бөлісемін, пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Осы вебинардың өзі осы SMM эксперт екенімнің бір көрінісі, Құдайға шүкір. Енді әрі қарай мен блогермін, өзімнің күнделікті жаңағы лайфстайл деп айтады ғой, лайфстайл болсын, өзімнің жаңағы Instagram арқылы блогымды SMM несі бойынша, саласы бойынша блогымды жүргізетін болғандықтан
мен блогермін. Енді қыздар, вебинарымызды бастаймыз. Ең бірінші вебинарды бастамас бұрын мен сізден сұрағым келетін сұрақ: Инстаграмды не үшін қолданасыз? Қазір осы жерге комментарийге жаза беріңіз осы сұрақтың жауабын, ал мен болсам жалғастыра берейін, мен тыңдап отырып жаза беріңіз. Инстаграмды не үшін қолданасыз? Бұл ең маңызды сұрақтардың бірі, өйткені маған Инстаграмды үйретші, мен де Инстаграмды жүргізгім келеді, сен сияқты блогер болғым келеді, немесе табыс тапқым келеді деген сияқты қыздардың барлығы, таныстарым болсын, жолдастарым болсын, танымайтын адамдардың жазғанда да ең бірінші мен қоятын сұрақ: Инстаграмды не үшін қолданасыз? Яғни бұл уже бір адам емес, мыңдаған адамдарға қойған сұрағымыз, и осыған байланысты біз статистика жинадық. Көп адамдар ең бірінші, қыздар, лайк басу үшін, уақыт өткізу үшін, міне как раз айтып жатырмын, ең бірінші, ең көп кездесетін жауап ол: мен Инстаграмды уақыт өткізу үшін пайдаланамын дейді. Яғни тамақ пісіріп жатырып, ет қуырғанша Инстаграмға кіре тұрайықшы дейміз. Ұйықтап жатқан кезде балам оянғанша Инстаграмға кіре тұрайықшы дейміз. Яғни біз өзіміздің уақытымызды Инстаграмға жұмсау арқылы жаңағыдай көп нәрсені негізі жоғалтып жатырмыз. Мен де солай қол босаған кезде уақыт өткізу үшін отырамын. Қыздар, көбіміз осылай бастадық. Менде де өзімнің басымнан сондай нәрселер өтті. Екінші категория адамдар мен жұлдыздардың өмірлерін бақылаймын, қадағалаймын деген сияқты нәрселерді айтып жатады. Танымал адамдардың өмірі бізге қызық, өйткені бұл жерде психология жатыр, қыздар. Өйткені бізге өзіміздің өміріміз қызық емес. Яғни бір қалыпты, бір день сурка деп айтады, таңның атуы, кештің батуы болғансын, өзіміздің өміріміз өзімізге қызық болмағандықтан біз басқа біреудің қызықты өмірін қадағалағанды қарап отырамыз. Бұл да Инстаграмға кірудің бір себептері. Екінші, одан кейін бар эмоция үшін, яғни күлу үшін, жылау үшін деген сияқты. Біз енді адам болғансын эмоцияға мұқтажбыз. Соның ішінде вайн қарау деп жатады. Вайн көру үшін Инстаграмға кіремін деп. Тағы бір категория бар, бұл өте көп кездеседі. Мен Инстаграмнан қажетті ақпарат аламын дейді. Ақпарат аламын, қыздар, жаңалық көремін деп жатырсыздар, дұрыс. Қазіргі таңда Инстаграмның іздеу жолақшасының өзі Google мен YouTube'да поисковой система деп айтады ғой, соған тең келіп болып жатыр. Өйткені көп нәрсені біз, мысалы, кешкісін тамаққа не пісірсем екен деген сияқты ақпараттың өзін Инстаграмнан іздейтін болдық, рецепттерді іздейтін болдық, баламыз ауырып қалса сол жерден қарайтын болдық деген сияқты. Яғни біз көп ақпаратты, пайдалы ақпаратты Инстаграм арқылы алатын болдық, және жаңалықтарды сол Инстаграмнан алатын болдық. Енді тағы бір жаңалықтарды қараймын, жаңағыда айтып кеттік, жаңалықтарды қараймын. Тағы да бір категория адамдар: достарымның, жақындарымның стористерін қараймын, посттарын қараймын деген сияқты. Мен өзімнің де басынан көп осындай жағдайлар болды. Мысалға, туысқандарымыз жылына 2-ақ рет менімен хабарласады. Не қып звондамайсың деп сұрасам, Инстаграмнан, стористен бәрін көріп жатырмын. Қалың қалай, не істеп жатырсың деген сұрақ туындамайды дейді. Не істеп жатырғанымызды уже Инстаграмға шығарып қойғандықтан адамдар мысалға көп ақпаратты осы достары не істеп жатыр, туыстарым не істеп жатыр деген ақпаратты осы Инстаграмнан алатын болдық. Яғни туыстық қатынасты Инстаграм арқылы жасайтын уақытқа жеттік, қыздар. Енді қараңыз, екінші сұрақ, не үшін қолданамыз дедік, енді екінші сұрақ. Осы Инстаграмда отырып, осыған дейін осы жоғарыда айтқан әрекеттерді жасау арқылы қанша ақша таптыңыз? Табыс таптыңыз ба? Тапсаңыз қанша ақша таптыңыз? Сол туралы комментарийге жазып кетіңіз. Тоже өте қызық. Көп адамдар таптым дейтіндер де болады, таққан жоқпын дейтіндер де болады. Миллион таптым деген қыздар бар ма екен? Тапсаңыз қанша таптыңыз? Сол туралы жазып кетсеңіз. Секрет болмаса, кейбіреулер құпия деп шығады. Қараңыз, енді ақша тауып жатырғандар бар, таппай жатырғандар бар. Екінші нәрсе, бізде құнды нәрсе, ол уақыт. Яғни сіз Инстаграмға қанша уақытыңызды осыған дейін ысырап еттіңіз. Мына жерде статистикадан өзіңіздің Инстаграмнан қарап көрсеңіз болады, настройканың ішінен қарап.
Мынау біздің статистикамыз өзіміз қазіргі таңда Инстаграмға күніне бір әр кеткенде 35 минут, сәл 10 минут туда-сюда болуы мүмкін, бірақ в среднем 35 минут деп алғанның өзінде бұл жерде біз ол уақытты Инстаграм арқылы табыс табуға жұмсаймыз. Бұған біз сразу бірден келген жоқпыз. Бұл кезінде бізді 4-5 сағаттан күніне отырдық. Бізді 2 сағаттан кем болған жоқ. Күнігіне сондай уақытты мысалға ысырап етіп отырдық. Одан ешқандай нәтиже болған жоқ. Жаңағыдай мен Инстаграм не үшін қолданамын, одан кейінгі сұрақ басыма келген, мен одан қандай ақша таптым, қанша уақытым кетті деген. Осы сұрақтар арқылы қыздар мен Инстаграм арқылы табыс табу жолына түстім. Сондықтан бұл сұрақтар сіздерге де қойылып жатыр. Алдағы уақытта сіз өзіңіз мысалға ойланыңыз. Не үшін қолданамын, қанша ақша таптым, қанша уақыт кетті деген сияқты. Сол сұрақтың барлығына жауап алғаннан кейін, 4-ші сұрақ өзіңізден сұраңыз. Осы нәтижеге мен ризамын ба? Мысалға ақша таптым деп жатырмыз. Осы тапқан ақшаңызға ризасыз ба? 2 сағат Инстаграмда отырып, уақытымды ысырап етіп жатырмын деген қыздар, осы Инстаграмға 2 сағат уақытыңызды жұмсағаныңыз үшін ризасыз ба? Ризасыз ба? Осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін келесі айтатын нәрсе, мысалға, енді риза болып жатырған қыздар аз сияқты, әлі де көп тапқым келеді. Енді осы сұрақ жаңағы комментарийлерге жауап ретінде осы вебинарды да мысалға біз сіздердің жаңағы Инстаграмда уақыттарыңыз босқа кетпей ақша табуыңыз үшін бір себепші ретінде жіберіп жатырық қой. Көп адамдардың сұранысы бойынша өзіміздің білген ақпаратымызбен бөлісейік деген ниетпен. Осы вебинарды қыздар соңына дейін қарауға сіздерге рекомендую. Өйткені біздің вебинардың соңында сіздерге арналған өте күшті тосын сый болады. Ол туралы вебинардың соңында айтатын болам. Қазір көп қызықтырмай ақ қояйын. Бір айтып кететін нәрсе, жаңағыдай тегін деп мысалға айтып жатырмыз. Көп біздің қазақтардың жаңағы несінде аудиторияда, біздің аудиториямызда көп адамдар осындай вебинарларды ақылы қылып қойған кезде, ой, шығын, ондай ақшам жоқ деген сияқты әңгімелер айтады. Қазір осы тегін вебинарда мен сіздерге ақпарат беріп жатырмын. Соның өзінде айтатын бір, осы слайдты қоспасақ болмайды. Кез келген басыңызға қойған жаңағы білім, ол ақша тегін болсын, ақылы болсын, оның барлығы инвестиция. Қыздар, осыны түсініп алыңыздар. Өйткені жаңада айтып жатырмыз ғой, осы нәрсені үйреніп алып, мысалға жұмыс ретінде жасайтын болсаңыз, ол сізге еселеп қайтатын нәрсе. Біз оны менде ақшам жоқ, күйеуімнен сұрағым келмейді, немесе күйеуім бермейді деген сияқты нәрселерді айтып жатамыз. Инвестиция ретінде қарасаңыз, бұл мүлдем бір андай шығын емес, оған басқаша көзқараспен қараңыз. Екінші, менен сізге рекомендация, ол бірден әрекет жасау. Яғни мүмкіндік бізде бір-ақ рет беріледі өмірде, ол мүмкіндікті қолданып қалмасақ, кейін бүйтіп ақырып отырамыз да, қап сол кезде жасауым керек еді деп. Кешігіп келген қыздар, сәлеметсіз бе? Вебинар негізі басталып кетті, бірақ ең қажетті ақпараттар әлі алдағы уақытта да болады. Сондықтан төрлетіңіздер, қош келдіңіздер. Сұрақтарыңызға мен вебинардың соңында 5-10 минуттық уақытқа байланысты сессия ұйымдастырам, сол кезде жауап беремін. Қазір тыңдап, қаламдарыңыз болса жаңағыдай қажетті ақпараттарды жазып алыңыз, болмаса скрин жасап сақтап отырыңыз. Алда әлі қызықтар көп болады. Яғни бірден әрекет жасаңыз деген нәрсені түсіндірдім. Қыздар, мүмкіндік бір-ақ рет беріледі, сол мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Енді маған вебинар деп директке келетін ең көп сұрақ, комментарийларда көріп жатырсыз, ең көп сұрақ Инстаграм арқылы ақша табу реально ма деп сұрайды, болады ма, шынымен ба, рас па деген сияқты. Общий жаңағы формулировкасы әртүрлі болғанмен, енді мағынасы осы: Инстаграм арқылы ақша табуға болады ма деп жатады. Осындай адамдар бар ма араңызда? Кімге қызық? Сіздерге жауап, қыздар. Инстаграм арқылы шынымен де ақша табуға
болады. Ол заңды, ол дозволенный деп айтамыз, яғни сіз жаңада енді недозволенный варианттар да бар, енді оны өзіңіздің неңізге қарай фильтровать етіп отырасыз. Негізі Инстаграм арқылы ақша табуға болады. Осы вебинар, осы сұраққа жауап ретінде мен ақпарат берейін деп шештім. Ендігі слайдтарда мен сіздерге осы интернет, Инстаграм арқылы ақша табудың 4 әдісі туралы айтатын болам. Қыздар, сақтап алатындар, сақтап скрин жасап алыңдар, болмаса жазып алыңдар, бұл ақпарат қайталанбайды. Қайта менен осы сұрақты сұрай бермеңіздер. Ең бірінші әдіс, Инстаграм арқылы қалай ақша табамын деп жатасыз. Мына жерде слайдта көріп отырсыз, жаңағы мейкпен айналысатын қыз, мейкап жасайтын, жаңағы не деп айтатын еді, визажист, және біздің Алманты парақшасы, жаңағы вебинардың басында мен айттым, бұл эксперимент ретінде ашылған парақша, ақыр соңында үлкен бизнеске айналып бара жатыр, Құдайға шүкір. Яғни Инстаграмда табыс табудың бірінші әдісі ол өзіңіздің хоббиіңізді дамытып, бизнеске айналдырып, Инстаграм арқылы клиент санын көбейтіп, яғни клиенттер табу. Мына жерде мысалға жақсы тамақ істейтін адам бар, жақсы көріп жасайды, бірақ ол клиент жоқ. Көршілеріне айтады, таныстарына айтады, енді әрі кеткенде бір 10 шақты клиенті бар, болды, ары қарай дамымайды. Оны не істейміз? Парақшаны аштық, жаңадай клиент санын арттырдық, ол кішкентай хобби емес, үлкен бизнеске айналып кетті. Яғни ең бірінші әдіс Инстаграм арқылы ақша табу, ол өзіңіздің хоббиіңізді бизнес қылып дамытып, клиент санын арттыру. Ол үшін не істейтінімізді қыздар қазір вебинардың келесі нелерінде айтатын боламын. Осы сұрақты сақтап қойыңыздар, ойлаңыз. Ол үшін не істеу керек деген, ол туралы да осы вебинарда жауаптарын алып кетесіздер. Екінші әдіс блог жүргізу. Көрдіңіз, көп бізде блогерлер бар. Олар WhatsApp'та да маған көп сұрақ қояды, блогерлер қалай ақша табады, блогерлер қалай ақша табады деп. Негізі блогерлер жарнама жасау арқылы ақша табу мүмкін. Және жаңағыдай бартерлік деп айтылады, ол туралы енді толық ақпаратты әлде айтқанда қалай. Мысалға, мынау Лерчик неден жай үйде отырған екі баланың мамасы, ресейлік блогер, өзі блог жүргізіп бастады. Уже көп адамдар жаңағыда оқырман саны көбейген сайын бұл кісі не істеді? Франшиза, косметиканың франшиза, бір линия косметиканың франшизасын сатып алды да, өзінің личный блогы арқылы соны жылжытты. Яғни қазіргі табысы уже жаңағы косметика сату емес, франшиза сату. Яғни бұл кісі мысалға жолдасымен бірге осындай линия косметики шығарады, оны франшизасын по всему миру жаңағыдай сатады, тек қана Ресей емес, Қазақстанда да бар, мысалға мегаларда мүмкін көрген шығарсыз. Яғни бұл қыз сол блогтан бастады. Жай үйде отырды, екі баламен блог жүргізді, және сол арқылы мысалға сатып бастады, жарнама жасады мысалға. Ержан Рашевті енді көбіңіз білетін шығарсыз, осы қазақстандық біздің блогер, көбінесе ер адамдар оқиды. Бұл кісіні мен неге қойдым? Бұл кісіде жаңадай жарнама бартерлік жүзде, бартерлік жарнама жақсы дамыған. Байқаған бойынша бұл тур агентство бар, ел тур білесіздер бәріңіз. Сол екеуінің арасында договор бар. Ержан жолдасымен мысалға бүкіл Қазақстанға, бүкіл жерді шарлайды, жаңағы ел турды реклама жасайды деген сияқты. Яғни сондай әдіспен де блогер болып мысалға ақша табуға болады. Үшінші әдіс, қыздар, көп не істейді, қызығатын, көп сұрақ қоятын, және менің блогымның басты тақырыбы SMM менеджер, яғни парақшаларды, бизнес парақшаларды ақылы жүргізу арқылы ақша табу. Мысалға, міне мебельный бір компания бар, суши, жаңа тамақ не істейтін парақша бар. Бұлардың өздері қалай ойлайсыздар, жаңағы мебельный компанияның жаңағы бизнес бастаған бизнесмен ал парақша жасап отыр деп ойлайсыз ба? Жоқ. Ол бизнес жасай ма, жоқ Инстаграм жүргізе ма деген сияқты. Бизнес жүргізе ма, жоқ Инстаграм жүргізе ма. Яғни үлкен бизнестердің жүргізетін бизнесмендердің
Инстаграм жүргізуге уақыты да жоқ, жаңағыдай не одан да басқа приоритетный сұрақтары көп болғандықтан олар не істейді, делегировать етеді. Яғни біз сияқты SMM менеджерлер айтады, мен саған ай сайын ақша төлеймін, осы үйде отырып ақ осы менің инстаграмымды жүргізіп отыр, сол үшін мен саған ай сайын айлық төлеп отырамын дейді. Кейбіреулер өзінің мысалға штатына отырғызып қояды, бірақ SMM менеджерлердің бір плюс, ол офиске барып келіп жаңағыдай жүрудің қажеті жоқ. Ол үйден отырып ақ сол инстаграмды жүргізе алады, комментарийге жауап береді, директіне жауап береді деген сияқты, суретін салады, сторисін салады, иә. Яғни бизнес жүргізуге уақыты жоқ адамдар осындай біз сияқты SMM менеджерлерді жалдайды. Енді үлкен сразу андай бизнестері бар, жаңағы Samsung сияқты үлкен компаниялар, олар SMM агентстволарды жалдайтын болса, жай ғана енді бастап жаңағы развивающий центрлер бар, салон красотылар бар, мысалы, соларды клиент ретінде алып, егер инстаграмды үйреніп алсаңыз, мысалы, клиент ретінде алып, солардың инстаграмдарын жүргізіп, сол арқылы ақша тапсаңыз болады. Келесі төртінші әдіс ол MLM, яғни жеке брендімізді дамытып, командаға партнер шақыру. Оны көбіңіз білесіз, жаңағы ақша таптым инстаграм арқылы деп жатырған қыздар танып жатырсыздар ма? Танып жатырсыздар ма? Мына неде слайдта көрсетілген қыздарды. Я, бұлар өздерінің жаңағы сетевой компаниясында лидер болып келетін қыздар. Өздерінің жеке брендтерін қалыптастыру арқылы танымайтын холодный круг деп айтады, иә, ол әдіспен. Холодный круг арқылы оқырмандармен сенімді қарым-қатынас қалыптастырады, және ол қыздар мен де сенің командаңа қосылайын деп жазған кезде, мысалы, командасына қосып, әрі қарай бизнеске кірістіріп кетеді. Я, қыздар, менде осы төрт айтып жатырған әдістің төртеуінде де тәжірибем бар. Сұрағыңыз өте күшті екен, өзіңіз жасадыңыз ба дейді. Я, мен MLM-де де жасадым, мен SMM-де де жасап келемін, бизнесімізде бар, бизнес парақшаны жүргіземіз деп айттық, я. Және төртінші, блогермін мен өзім, білесіздер оны, я. Яғни осы сіздерге айтып жатырған төрт әдістің барлығын мен өзімнің басымнан өткізгеннен кейін сіздерге айтып жатырмын. Сұрағыңыз өте тамаша, рахмет. Енді қараңыз, жаңа айттым ғой, сұрақты естеріңізге сақтап алыңыз деп. Мен енді оны қалай жасаймын, бизнес туралы айтқан кезде, өзіңіздің хоббиіңізді дамытып, бизнеске айналдырасыз деген кезде бір қыз сұрақ қойды. Я, енді мен оны қалай жасаймын деп. Қараңыз, енді қызықтың барлығы басталады. Төрт осы жоғарыда айтылған әдіс бойынша ақша табу үшін жасалатын 5 қадам. Ең бастапқы, ең керекті, мен сіздерге жаңағы скелеті деп айтады ғой, барлық нәрсесін айтып беремін, ары қарай дамыту, ары қарай алып кету, қыздар, сіздердің міндеттеріңізде. Сондықтан қайтадан айтамын, жазып алыңыздар, сақтап алыңыздар, сұрақтарыңыз ненің вебинардан кейін, қыздар, уақыт бөлемін сұрақ жауапқа, сол кезде қоясыздар. Енді қараңыз, бірінші қадам не істеу керек деген сұраққа жауап беріп жатырмыз. Бірінші қадам, ең басты, сізге бренд қалыптастыру керек. Бренд қалыптастыру керек. Мысалға, сіз SMM маманы болыңыз, MLM маманы болыңыз, бизнесмен болыңыз, басқа болыңыз, мысалға, ең бірінші сіз өзіңіздің салаңызда ең жақсы маман екеніңізді оқырмандарыңызға дәлелдеуіңіз керек. Яғни SMM жаңағыдай саласын таңдайтын болсаңыз, сізден күшті SMM-шік болмау керек инстаграмда. Егер сіз торт пісіретін болсаңыз, сізден күшті торт пісіретін адам болмау керек. Яғни сіздің суреттеріңізде сондай, отзывтарыңызда сондай, барлық нәрселерді қараған кезде, мұна өзінің ісінің маманы екен деген неге келу керек? Тұжырымға келу керек сіздің оқырмандарыңыз. Осындай жаңағы потолокқа жетесіз ғой, барлық сізде отзывтар күшті, барлығы әдемі, бәрін жасаған кезде, кейбір торт пісіретін адамдар сізге жаза бастайды, апай, мына нәрсенің рецептін беріңізші, или SMM-шік болса, Гүлбақыт, мына нәрсені қалай жасадың, стористе мынаны қалай жасадың, визуалды мынаны қалай жасадың деген сияқты. SMM-шіктердің өздері маған сұрақ қою барысында мен уже түсінемін да, мен оказывается өзімнің жаңағы саламда эксперт екенмін ғой дегенде. Яғни өзіңіздің конкуренттеріңіз, жаңағы бәсекелестеріңіз сізге сұрақ қойып жатқанда, сіз екінші кругке шыққан боласыз, ол эксперт, өзіңнің саласының эксперті. Сіз осы жерге ұмтылуыңыз керек. Ең басында, мысалы, қыздар айтып жатады, мейкап туралы блог, жаңағы бьюти блог жүргізетін қыз алады да, история успеха деген сияқты нәрсе жазады. Жоқ, маман кезінде сен ол история успеха ешкім сенен сұрап жатқан жоқ.
қай жерге бардың, қай жақта демалдың деп сұрап жатқан жоқ. Ең басында сен өзіңнің мамандық, бетті қалай әдемі қыласың, ананы қалай жасырасың деген сияқты сұрақтарға жауап беру арқылы өзіңнің басқа жаңағы визажисттер саған сұрақ қояды, мысалға, ал мынау қалай деген сен уже өзіңнің неңді білетін нәрсеңді оларға үйреткен кезде ол уже сен эксперт деген сөз. Енді келесі пікір көшбасшысы. Яғни эксперттердің өздері сіздерден сұрақ қоя бастаған кезде бұл сіздің көшбасшы болдыңыз деген мағынаны білдіреді. Яғни ментор сияқты, қыздар, рахмет, күшті подсказка айтып жатырсыздар. Ментор деп жатыр. Көшбасшы болған қайдан білесіз? Сіздерге уже өзіңіздің салаңыздан тыс басқа сұрақтар қоя бастайды. Мысалға айтады, мен мысалға мына жерде СММ туралы жаңағы блог жүргізіп жүрсем да, маған қандай сұрақ қояды? Бетіңіздің жаңағы несі, кожасы күшті екен, қалай күтесіз деген сияқты. Маған сол туралы пост жазыңызшы, немесе сол туралы сторис айтыңызшы деген сияқты сондай сұрақтар келіп жатады, мысалы, или бала тәрбиесі туралы сұрақтар келіп жатады деген сияқты. Яғни сіздің уже бір ғана сала емес, одан да көп саланы қамтитын көшбасшы болдыңыз деген сөз. Яғни ең бірінші, қыздар, бренд қалыптастыру, және бұл жердегі ең үлкен қателік, енді блог жүргізген кезде өзіңіздің блогыңызды бір мамандық, яғни бір сала бойынша емес, бірнеше сала бойынша жүргізіп кететін болсаң, ол үлкен қателік. Яғни ол сіз анау айтады ғой, екі қайықтың басын ұстаған суға кетеді деген сияқты. Сол сияқты бір саланы аласыз, соны дамытасыз, содан былай жаңа потолокқа жеткен кезде үлкейте бересіз. Келесі. Екінші нәрсе, екінші қадам, мына жерде көріп отырсыздар, қыздар, визуалды контент. Бұл жерде тек қана суреттер емес, бұл жерде аватар, бұл жерде шапка профиля, бұл жерде актуальный, география, барлығы кіреді. Мына жерде мен мысал ретінде прям көзге көрінетін контрастный екі визуальный нені көрсеттім. Бұл менің парақшам, білесіздер, бұрыннан бері келе жатқан қыздар болса біледі. Осындай болды, осындай бұрын болды, мынау қазіргі контент деген сияқты. Мысалға, біздің мысалға шапка профиля, мен не деп айтам, мен оны визитка деп айтам. Адам кірген кезде 3 секундтың ішінде сіз кімсіз, немен айналысасыз, қандай пайдаңыз бар, не үшін саған жазылу керек деген сияқты сұрақтарға жауап алатын визитный карточка, ол біздің шапка профиля. Ал мынау визуалды контент, ол біздің киіміміз, инстаграмдағы, қыздар, біздің киіміміз встречает по одежке деп айтады. Қыздар, сұрақтарыңыз вебинардан соңында айтам. Встречает по одежке деп айтамыз ғой, яғни сыртқы киімің әдемі күшті болып тұрса, саған адамдардың бәрі тартылады. Шыны керек сондай да. Ал егер жұпыны киінген болсаңыз, көп адам сізді менсінбеуі мүмкін. Сондықтан инстаграмды жүргізген кезде сіздің киген киіміңіз осындай әдемі болып көріну керек. Мен жерге айтыңызшы, міне 1-2 деп жазып қойдық қой. Мысалға, бірінші аккаунттың мысалға мантыларын заказ бересіз ба, жоқ екінші аккаунттың мантыларын заказ бересіз ба деген сияқты. Бұл жерде манты емес, енді басқа да тамақтар бар деймін. Екінші жаңадай аппетитті ашып тұратын суреттер айтыңызшы. Мына жерде әйтеуір бір салафанда тұрған бірдеңкелер есіңе түсінбейсің, яғни бұл адамдардың жаңағы қабылдау несі бар ғой, каналдар бар ғой, аудиалдар бар, визуалдар бар, кинестетиктер бар деген сияқты. Яғни визуалды адамдар явно мынау бірінші аккаунттың жаңағы несін заказ бермейді, тапсырыс бермейді заттарын деген сияқты. Яғни бұл жерде сіздерге жеткізім келіп отырған нәрсе, қыздар, ол визуалды контентке қатты көңіл бөлу керек. Енді қараңыз, визуалды контент деген кезде статистика бойынша ең қатты адамдарға әсер ететін суреттер туралы айта кетейін дедім. Бізде менің өзімде бір оқушы болды, жаңағыдай арықтау нелерін үйрететін, жаңағы диета жасататын бар ғой, соның өзі айтатын, менде өте көп жаңағы активность көтеретін, ол до и после деп. Яғни мына жерде көріп отырсыз, дейін және кейін деп, енді қазақша аударғанымыз ғой, до после. Визажистер де көп айтатын шығар, менде ең көп лайк жинайтын, жаңағыдай ең көп активность жинайтын ол осындай до после нелер, парақшалар. Енді қараңыз, өзіңізге де қызық қой, мына жерде мынау мысалға осындай қыз болды, осындай қыз қылып әдемі қылып әрлеп қойды бетін, осындай толық болды, осындай болып арықтады деген сияқты. И сіз уже ар жағынан уже визуальный жаңағы суретке қарап отырғанда да ар жағында не бар екен, постында не жазған екен деген сияқты оқығыңыз келіп қызығып тұрады,
Сондықтан қыздар визуалды контентте егер сіздің мамандығыңыз, егер сіздің салаңыз осындай деңгейде жаңағыдай нелер көрсетіп жатса, контрастный результаттар, онда өстіп до после деп шығарсаңыз болады. Одан кейін байқағаным жаңағы крестик галочка деп айтады, яғни осылай болады, осылай болмайды деген сияқты. Көбінесе жаңағыдай позирование да бар, сосын неде бар, киімді сочетание там цветов или форм или текстуры одежды, көбінесе стилистер осындайлар жазады, мысалға там қара орамалға қызыл көйлек кимеңіз деген сияқты. Енді мынау галочка, мынау крестик деп жазады. Мына жерде мысалға визуально мына қыздың шынтағын камераға бүйтіп напротив қойған кезде шынтағы бір үлкен болып көрінеді, сондықтан олай жасамаңыз, лучше былай жасаңыз деген сияқты. Яғни егер сіздің салаңызда осындай галочка мен крестик қоятындай суреттер пайдалана алатын болсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің инстаграмыңызда пайдаланыңыз. Тренд деген бар, қыздар, бұл үшінші нәрсе, яғни қандай не бар, визуалды тренд бөлек, жаңағы копирайтерлардың текстовый тренд ол бөлек, мысалға, или стористе болып жатады, мына жерде follow me мен мынандай сердечко бар ғой, кәрістерден келген, білмеймін қалай аталатын. Яғни суреттің өзінде адамдар келген кезде парақшаңызға біледі, мынау шамалы трендовый адам екен деп, яғни қазір 3 жылдан кейін біз follow me деп суретке түсіп жатсақ, мысалы, мынау қалып қойған екен, или мынау қалай еді, бірдеңке деп айғайлайтын еді ғой. Сол сияқты трендтен қалып қоймай, енді қазір не болып жатыр, соны қадағалап жүріп, визуалды контентіңіздің өзінде в тренде болып жүруіңіз керек. Жаңағы мен ояндым деген сияқты осы үйіндерде жазда болды ғой, сондай трендше дейді, ол визуалды трендке жатпайды, өйткені біз оны қандай хэштегтер арқылы пайдаландық, ол постта қолданылатын тренд. Әрине ол да жаңағыдай сіздің в тренде екеніңізді көрсетеді, бірақ парақшаға кірген кезде адам сразу пост оқымайды, қыздар. Сондықтан ең бірінші визуалға сізге қатты анандай не беріп жатырғаны. Одан кейін қатты адамдарға әсер етіп ең көп жаңағыдай активность жинайтын, ахват жасайтын ол эмоциялар. Сіз қуанғаныңыз, жылағаныңыз деген сияқты, сіз болсын, басқа болсын, және де мына өмірде болып жатырған жаңалықтардың, эмоция тудыратын жаңалықтарын мысалға қолдану арқылы өзіңіздің контентіңізде өте үлкен трафик алып келе аласыз, олардың ахватын, жаңағы постыңыздың ахватын көтеріп, активностін көтере аласыз. Сондықтан ең көп жаңағыдай адамдарға әсер ету үшін эмоцияларды қолдансаңыз болады. Ол жаңағыдай жылап жатқан эмоция болсын, күліп жатқан эмоция болсын, бәрібір немесе постты айтатын болсақ, посттардың өзі бар, вовлекающий деген сияқты, яғни эмоция шақыртатын, жаңағы адамдарды күлдіретін, жылатасыз. Ана вайнерлердің ең бірінші несі таблеткасы сол ғой, күлдіртеді, жылатады деген сияқты. Енді қыздар, осындай контентті құру үшін қолданылатын қосымша приложениялар жазып аласыз ба? Енді көп адамдар білуі де мүмкін, бұған дейін өзіміз көп қолданатын Lightroom пресеттер туралы ол отдельно бір тақырып, оны ашатын болсақ өте ұзақ болып кетеді. Сондықтан өзіңізге скриншот жазып аласыз, Snapseed, Lightroom, Visco. Сондықтан осы приложениялар тегін түрі бар, ақылы түрі бар. Мысалға тегін түрін алып, өзіңіз қолданып шығып көрсеңіз, көп нәрсені түсінесіз. Ол жерде ешқандай түсінбейтін, андай қиын еш нәрсесі жоқ. Оқасы жоқ, қыздар, рахмет дейді, осыны қай приложенияда жасайды деп жүрсем. Осы приложенияларда егер Lightroom арқылы пресет индивидуальны өзіңізге жасап алсаңыз, жаңағыдай бір келкінді жаңағыдай бір стильде бүкіл лентаны жүргізуге болады. Осы Lightroom арқылы бір жасап аласыз, мысалға там қоңыр неде цветовой гаммада, сұры цветовой гамма деген сияқты өзіңізге жарасатын, ұнайтын сол стильді сосын пока не надоест жүргізесіз. Келесі қыздар, рахмет, оқасы жоқ деймін ба? Рахмет дейді, оқасы жоқ. Екінші, жаңағы үшінші нәрсе, бірінші бренд общий мысалға несін анықтадық, екінші визуалдарымыз жасадық. Енді контент постқа келетін болсақ, мысалға шапканы қарады, қызық екен, подписали, суреттерді қарады, күшті екен, бір суреттің астын ашты, астында пост жазылып тұр. Ол пост не о чем болса, қыздар не қылады, ой, мынау далбаса екен деп кетіп қалады. Сондықтан үшінші контент, яғни посттардың өзі өте маңызды. Бұл жерде мен айтып кететін нәрсем, инфодиета біздің жай сөзбен айтсақ, өз арамызда инфо ораза деп күлеміз.
10% контентіміз мотивация болу керек, яғни 10 посттың біреуі мотивация. Мотивация деген не? Адамдарға мысалы сіздің қолыңыздан келеді, сіз осыны жасай аласыз, мен де сондай болдым, яғни шынымен де адамдарды жаңағы диваннан көтеріп бір әрекетке шақыру, соған ықпал ету, потому что көп адам бар андай жасай алмаймын деп жатады, тағы бірдеңе деген сияқты. Яғни өзіңіздің аудиторияңызды әркез мындай астына от жағып не істеп отыру, жылытып отыру керек. Екінші сату, яғни 2 күннің бірінде жаңағы сатып алыңыз, не тапсырыс беріңіз, сатып алыңыз деген сияқты нәрсені айта беретін болсаңыз, адамдар қашып кетеді. Жалығып кетеді, сосын мынау сатудан басқа дүмбемелі екен, ешқандай пайдалы ақпарат жоқ екен деп мысалы кетіп қалып жатады. Сондықтан 10 посттың 2-і ғана сатушы пост болу керек. Сатушы посттың структурасы бар, оны дұрыс жазу, дұрыс жазбау деген сияқты. Жаңағыдай сатушы посттың өзі тағы бір отдельный тема. Қыздар, бұл жерде айтпағым, каждый день жаңағы күнде сатып ал деп жаза бермей, 10 посттың 2-ін ғана сатушы пост жасауыңыз керек. Үшінші әрекетке шақыру деп бұл жерге келтіріп жатырмыз. Енді вовлечение ғой, вовлекающий посты. То есть адамдар сіз ол жерде мысалға ал сіз қалай ойлайсыз деген сияқты сұрақ қоясыз, адамдар сіздің комментарийіңіздің астында жаңағы қырғын талас болып жатады деймін ба, немесе жауап қайтарып жаңағыдай сіздің сұрағыңызға. Яғни бұл жерде әрекет болу керек. Сіздің постыңыздың астында бір әрекет болу үшін сіз постыңызда әрекетке шақыруыңыз керек, Бұл 10 посттың 3-і ғана осындай болу керек. Яғни каждый раз коммент жазыңыз, сіз не ойлайсыз деген сияқты нәрсені тағы жазуға болмайды. И 4-ші ол эксперттік посттар. Ол кем дегенде 10 посттың 4-і эксперттік пост болу керек. Жаңа айттық қой, өзіңіз сала таңдайсыз деп. Сол сала бойынша, мысалға сіз SMM-шік болсаңыз, SMM бойынша пост жазасыз. 10 посттың 4-і сол туралы болу керек. Егер сіз торт пісіретін болсаңыз, 4 пост торт туралы, рецепттер туралы сондай пайдалы болу керек. Бұл жерде сату жоқ, бұл жерде мотивация, әрекетке шақыру жоқ, тек қана пайдалы ақпарат бересіз. 40% дегеніміз 4 пост. Мен пост жазу білмеймін дейді. Жазуға ұяламын. Бұның барлығын үйренуге болады. Ол туралы да ақпараттар болады. Контент, жаңағыдай посттың құрылымы деп жатыр қой. Жаңағы пост жаза алмаймын деген қыздар, сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға деймін ба, пост жазуды қалай үйренуге болады, қалай жасаймыз, және оның өзінің құрылымы қандай болады деген сияқты сұраққа жауап беретін болсақ, ең бірінші AIDA моделі бойынша көп неде қолданады. Кез келген сатылым, жаңағы посттары болсын, стористерді болсын, бүйтіп түсінгеннен кейін өзіңіз байқайсыз, бірінші назарын аудартады адамның, шок бірдеңке деп, екінші оны қызықтырады, үшінші қалауын шақырып, төртіншіде әрекетке шақырып сатып жібереді сол нәрсені да, мысалға. Болмаса жаңағы вовлечение деген сияқты. Сіздер де пост жазу білмейтін қыздар болсаңыз, ең бірінші назарын аударту, яғни бізде ең бірінші міндет өзіміздің оқырмандарымыздың назарын аударту. Бұл жерде жаңағыдай нәрсе триггерлер деп айтады, триггерлер туралы триггерлерді қолдануға болады. Ол мысалға шок, Баян Есентаеваның қызы не істеп қойды деген сияқты, или бұндай өмірде никогда болмаған деген сияқты. Яғни адам уже андай не істеп қалады, не екен деген сияқты қызығушылығы болады да. Сосын келесі нәрсе, бұл жерде анандай да болады, мысалы осы нәрсені 3 күн, осы мысалға сұйықтықты күніне 3 рет 3 каплядан ішетін болсаңыз 3 айдың ішінде арықтайсыз деген сияқты. Болады осындай тақырыптар, өзіңіз білесіз, сайттарда да болады, инстаграмда да болады. Яғни ол не үшін? Ол адамның назарын аударту үшін. Екінші нәрсе ол қызықтыру, яғни жаңағыдай триггерлерді пайдаланған тақырыпты көреді адам, қызық екен дейді, мысалға еще деп басып пост ұлғайтқан кезде, ар жақта адам жаңағыдай тақырыпқа сай бір адамның қызығушылығын тудыратын ақпарат болу керек. Мысалға, мен осыны нәрсені жасадым, сол кезде осындай результат көрдім деген сияқты. Адам уже келесі сұрақ, ол не жасады деген сияқты сұрақ келіп тұрады. Яғни ол қалауын шақыру. Сіз жаңағыдай жайлап сүзгімен төмен алып келе жатырсыз ғой, қалауын шақырасыз. Я тоже так хочу деген сияқты. Мен де осындай болғым келеді, мен де осындай нәтижеге қол жеткізгім келеді деген ақпарат, ой тудыратындай ақпарат беруіңіз керек. Қызықтырғаннан кейін.
жазып алып жатсыздар ма? Және қалауын қалай шақыртамыз, жаңағы эксперттік посттарда мысалға пайдалы ақпарат беруді осы қалауын шақыруға жатқызуға болады. Мен де осы нәрсені жасап көрейінші деген сияқты ойлар болады ғой. Сатушы посттар болса, мысалы, осындай результатқа жетсем, мен де осындай результатқа жеткім келеді деген сияқты, ол осы үшінші жаңағы структура бойынша, құрылым бойынша үшінші нәрсе. Және төртінші әрекетке шақыру, яғни егер осындай нәрсені қаласаң, сен де жаңағыдай сілтемені толтыр деген сияқты әрі қарай әрекетке шақырсын, немесе комментарийге плюс қой деген сияқты. Яғни осы постыңызды не істегеннен кейін, оқығаннан кейін адам соңында бір нәрсе жасау керек. Контент туралы болды, қыздар. Ары қарай трафик дегеніміз ол не? Сіздің парақшаңызға жаңа оқырмандардың келуі ғой, қысқаша айтатын болсақ, жаңа адамдардың, жаңа оқырмандардың келуі. Оны қалай келтіреміз, оны қалай шақырамыз деген сияқты болсақ, ең бірінші негізі таргеттік реклама деген бар, екінші блогерлерге жарнама деген бар. Яғни блогерлерге жарнама туралы айтып кететін болсақ, ақылы түрлері бар, ақысыз түрлері бар, жаңағы бартерлік түрлері бар. Екі мысалға жаңағыдай подписчик саны бірдей адамдар, екі микроблогерлер, қазір 2020 жылдың тренді сол, микроблогерлерге жарнама беру. То есть біз анау миллиондаған подписчик бар адамдарға жарнама беруінің тиімділігі негізі аз, қыздар. Осы нәрсені естеріңізде сақтап қойыңыз. Яғни макро үлкен блогерлерден көрі микроблогерлерге жарнама берген тиімді сіздерге. Жаңағы бартер демекші, екі подписчик саны мынада да 100, мынада да 100, екеуі бір-бірін реклама жасауы мүмкін. Бірақ бұл жерде ең басты критерий екеуінің конкурент болмауы. Мысалға, мынау да торт пісіреді, мынау да торт пісіреді, екеуі бір-бірін реклама жасамайды никогда. Сондықтан біреуі макияж жасайды, біреуі торт пісіреді, екеуі бір-бірін жарнама жасайды. Егер сіз осы күнде жаңағыдай мейкап жасайтын, өзінің саласы бар блогер болсаңыз, өзіңіз сияқты блогерді тауып алып, соған ұсыныс жасаңыз болады. Бір маңызды нәрсе, екеуіңіздің аудиторияңыз бірдей болу керек. Егер сізде мысалға студенттер болса аудиторияңыз, олардың да аудиториясы студент болу керек. Сондықтан екеуіңіздің неңіз гармония болады. Таргетинг бұл енді ешқашан дегенде өзінің уақыты келгенше өшпейтін инструмент, құрал. Фейсбуктың өзінен бұл жерде біз Фейсбукке ақша төлеп өзіміздің аккаунтымызға трафик жинаймыз. Осы вебинарға келуіңіздің өзіне осы таргеттік жарнама себепші, қазақша тренинг сайтынан, парақшасынан таргет жіберілгендіктен сіздер осы вебинарды көріп отырсыздар. Сондықтан бұл ненің дәлелі? Бұл таргет жұмыс жасайды деген. Сіз таргетингті үйренгім келеді дейді. Сіз үйретесіз бе? Үйретемін. Вебинар соңына дейін қараңыз, сол жерде ақпарат болады. Бартерлік пиар туралы жаңа айтып кеттім, блогерлердің бір-біріне бартер жасайтын. Бұдан бөлек қандай бар? Мысалға, сіз жаңағыдай куртка сататын бутик болсаңыз, жаңағы микроблогерге барып айтасың, мен саған төлейтін ақшам жоқ, куртка берейін, сен маған жарнама жаса деп. Ондай нәрсе өзіміздің басымыздан өтті. Сондықтан айтып жатырмын. Giveaway-лер, қыздар, giveaway-лер шынымды айтатын болсам, қазір енді заң бойынша да конкурстар ұйымдастыру тыйым салынып жатырғандықтан, бұл инструмент бар, бұл инструментпен қолданамыз, бірақ келген адамдардың 60% кетіп қалады. Мысалға, 10 мың подписчик әкеп берем саған живой дейді. Алып келеді, бірақ 10 мың подписчик конкурс біткеннен кейін не істейді? 6 мың кетіп қалады деген сияқты. Бұның өзі жақсы деп айтып жатады, конечно, жақсы, бірақ бізде ондай келген трафикті өзінің парақшасында алып қалу инструменттері де бар. Енді қара, бесінші қадам, ол монетизация. Жаңағы айттық қой, 4 әдіс бар деп, бизнес парақшаны, бизнесіңізді дамыту, SMM менеджер болу, блогер ретінде жарнама және MLM бизнес құру. Яғни
жаңағыдай сіздің шапкаңыз дұрыс, оформлениеңіз күшті безендірілген, салаңыз таңдалған, аудиторияны танисыз, визуалды контентіңіз күшті, посттарыңыз күшті деген сияқты барлығы стратегия бойынша күшті болып тұрған кезде ол бостан босқа құрып кетпесін, лучше сол Инстаграм арқылы ақша тапсайшы деген сөз ғой, иә. Негізгі изначально ниетіміз осы болған, иә, ақша табу. Енді табыс табу үшін тағы да не білуіміз керек, қыздар. Бұны мен жаңағыдай традиционный бизнес деп айтады, сол бойынша түсіндіргім келіп тұр. Просто магазин туралы айтатын болсақ, кез келген дүкенде дүкен ашатын болсақ, мысалға там продуктовый дүкен, сүт, нан, май сататын дүкен ашатын болсақ, бізге ең бірінші кім керек? Бізге аудитория керек, трафик керек, сатып алатын адамдар керек, иә. Жаңа супермаркет болсын, басқа болсын, оған адам бармаса, ол магазин қалай өмір сүреді? Еш қалай өмір сүрмейді, табыс болмайды, ол жабылып қалады, иә. Сондықтан ең бірінші критерий ол аудитория, яғни трафиктің болу. Екінші критерий ол өнім. Яғни магазинге адамдар келіп кетіп жатыр, бірақ полкаларының барлығы бос, сататын нәрсе жоқ болса, адам не істейді? Ештеңе сатып алмайды, келеді, кетеді. Дүкен не істейді? Жабылып қалады деген сияқты. Өйткені өнім жоқ, сапалы өнім жоқ. Егер біз мысалы Инстаграм туралы айтатын болсақ, сапалы контент жоқ деген сияқты. Адам келді, таргетпен ақша құйдыңыз, адамдар келіп жатыр, трафик. Бірақ сіз оғаларға сапалы контент бермегендіктен олар кетіп қалып жатыр, иә. Немесе үшінші компонент, бұл өте маңызды компоненттердің бірі. Мысалға жаңағы магазинге адам келді, товар күшті алды, осын сатып алуға дайын, енді барып жүгіріп не іздейді? Касса іздейді. Касса қайда? Касса міне, бірақ сатушы жаңағы кассир қайда? Кассир жоқ, кетіп қалған деген сияқты. Немесе там картамен төлейін деп жатыр, сізде карта қабылдайтын не жоқ, или там жағдай жасалмаған, яғни адам келді, ақшасы бар, өнімді сатып алғысы келеді, бірақ ар жағындағы жаңағы нәрсе жоқ та, жаңағыдай оларды обслуживать ететін нәрсе жоқ. Сондықтан Инстаграмның өзінде бізде қандай проблема? Таргет береді, адамдар келіп жатыр, өнімі күшті, енді сатып алайын деп жатса, енді кімге, қаққа хабарласам деген сияқты, я ссылкасы жоқ, я сайты жоқ, я телефон жоқ. Немесе бізде болып жатыр, мысалға, мен сізге тапсырыс берейін деп жатырмын, маған 10 белі пельмен беріңізші деп. Қай қаладансың? Сен Қарағандыдамын деп. Мен Қарағандыға, Алматыда отырып пельмен жібермейсің, мысалы. Сол сияқты, қыздар, егер сізде географически какой-то бір определенный қалада ғана жұмыс жасай алатын болсаңыз, онда өзіңіздің қай қалада отқаныңызды жазыңызшы, шапкаға жазып қойыңыз, постты жазбай ақ қойыңыз, иә. Яғни Инстаграмда табыс табу үшін білу керек осыны. Бұл өте маңызды, қыздар, естеріңізге сақтап қойыңыз, жазып алыңыз, біраз инсайттар алып отырған шығарсыз. Енді мына жерде жаңа да вебинардың өзінде қыздар көріп отырсыздар, иә, сұрақ қойып жатыр, үйретесіз ба деп жатыр. Маған ең көп келетін осы сұрақ, топ 3 сұрақ. Жаңа ең біріншісі жаңа Инстаграмнан ақша табу реально ма, бола ма дегендерден кейін келеді. Мен неден бастаймын? Қалай үйренемін? Қанша уақыт деген сияқты сұрақтар. Бұның барлығын уже таныстарың бар, жақындарың бар, танымайтын адамдар бар, барлығы Инстаграмға жаза бергенсін. Мен не қылдым? Өзімнің авторлық курсымның методикасын жасадым. Иә? Уақыт келді, қыздар, қалай үйренем деген қыздар болса, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға табысты Инстаграм қазақша онлайн курсымызды сіздің назарыңызға ұсынамыз. Бұл Инстаграм курсы 5 модульден тұратын комплексті практикалық курс. Ол жерде не болады, не оқытылады? Негізі 5 модуль деп жатырық, жаңағыдай әр неге бөлінген. Айттым ғой мен, безендіру керек болады, жаңағыдай воронка жасау керек болады, контент жасау керек деген. Соның барлық осы сіздерге айтқан нәрсенің барлығын осы табысты Инстаграм онлайн курсына енгіздік. Бұдан кейін сендерде сұрақ болмау керек, бұйырса деймін ба. Енді 5 модульді атап айтатын болсам, ең бірінші модуль ол біздің үлкен талдауға арналады. Бұл жерде ең басы икигайдан басталады. Енді икигайды бәріңіз білетін шығарсыз. Екінің бірі қазір айтып жатыр, предназначение, өмірлік бағыт деп. Бұл былай қарайтын нәрсе емес. Негізі сіздер бір нәрсені бастайтын болсаңыз, шынымен де өзіңіздің бойыңыздағы қандай қасиетін оны Аллах тағала босқа беріп қойған жоқ қой, мысалға. Қандай жақсы жақтарыңыз, жаман жақтарыңыз деген сияқты нәрселердің барлығын үлкен талдаудан өткізіп барып, сала таңдайсыз, аудитория таңдайсыз, жаңағы бәсекелестеріңізбен көшбасшыларыңызды талдайсыз. Бұл жерде үлкен талдау өтеді, өйткені бастап алып, ар жағына жетпей, энергиясы жетпейді, уақыты жетпейді, немесе бұл не майо деп отыратын қыздар бар. Сондай нәрсеге бармау үшін біз изначально ең басында
талдау жасаймыз. Бастапқы кезде сразу там фотоконтент, пост деген сияқты нәрселерді бере бергеннен ең басында осы талдауды жасаған тиімді, әрі қарай адам жақсы жұмыс жасап кетеді деген статистикаға келгендіктен біз осы модульді енгізіп қойдық. Екінші модуль Instagram парақшасын безендіру. Жаңағыда айттым, шапкасын дұрыстап жасаймыз, логин, аватарка, оның барлығының несі бар, ережесі бар. Шыны керек, мысалы аватарканы жай бір қара квадрат бірдеңе тұрғызып қойсаң деген сияқты нәрсе емес, оның ережелері бар. Егер сіз личный брендті жаңағыдай жылжытатын болсаңыз, оның аватаркасы қандай болу керек, торт сатсаңыз, оның аватаркасы қандай болу керек, басқа бір нәрсе сатсаңыз, оның аватаркасы қандай болу, оның барлығы үлкен бір ғылым, қыздар. Сондықтан Instagram парақшасын безендіру деген отдельный блок, отдельный модуль. Бұл жерде жаңағы жоғары айтқалған нәрселердің барлығы қамтылады. Еще қосымша көп нәрсе бар. Үшінші пост жазып білмеймін, үйрене алмаймын деген сияқты будущий копирайтинг мамандары сіздерге арналған. Бұл жерде біз үшінші модульде өзіміздің контент планымызды жаздық. Мысалға, барлық соларды уже по полочкам қойып, әрқайсын жаңағы инфодиета деген болды ғой, 10% мотивация, 20% сату деген сияқты. Яғни соның барлығын осы жерде қамти келе, қай жерде сатамыз, қай жерде вовлекание, қай жерде эксперт деген сияқты соның барлығын үйретеміз. Эксперттік посттар дегенде оның құрылымы қандай, сатушы посттар дегенде оның құрылымы қандай, оны қай кезде қолданасың, жаңағы вовлекающий посттан кейін сатушы постты қою керек, неге деген сияқты фишкалардың барлығын осы үшінші модульде білетін боласыз. Төртінші модуль трафик, яғни сіздің дүкеніңізге адамдардың келуі. Instagram парақшаңызға жаңа адамдардың келуі. Бұл жерде тегін трафик бар, ақылы трафик бар, жарнама арқылы, партизанты деген бар, масс фолловинг, барлық туралы айтылады. Ненің дұрыс, ненің дұрыс емес, қайсы қазір жұмыс жасайды, қазір жұмыс жасамайтын инструменттер бар. Оның жаңағы ең тиімді сізге қажеттісін таңдап соны өзіміздің парақшамызда бірге енгізетін боламыз. Бесінші модуль таргетті үйретесіз бе деген қыздарға. Сіздерге таргет үйретеміз. Инстаграмда жарнама жасау. Кәдімгідей мына кнопканы басасын, ол мынау үшін, мына кнопканы басасын, ол мынау үшін деген сияқты аудитория. Тағы да қыздар мына жерде бар, мен таргетті тек үйреніп алдым да бол жасай берем деген сияқты. Сіздің парақшаңыздан мысалға дұрыс безендірілмесе, посттар болмаса, визуалды контент болмаса, таргетке босқа ақша құртып, жаңағыдай ысырап етпей, ең бастапқыда парақшаңызды таргетке дайындаңыз. Содан кейін барлығы дайын болған деген қыздар, пожалуйста, таргетті үйреніп, таргетті жіберіп, сол арқылы уже ақша тауып атқандарды жоқ емес. Сонымен таргетті да үйретеміз қыздар. Енді жаңағы айттық 5 модульден тұрады дедік. Примерно емес, 31 сабақтан бір айға созып оқитындар бар, 2 аптада бітіріп тастайтындар бар. Мысалға, одан артыққа кетіп қалса, шыны керек не болады, бізде сылтауымыз көбейіп кетеді. Әр тақырыпқа бізде арнайы тапсырмалар бар. Яғни бұл практикалық курс деп неге айтамыз? Өйткені біз мына жерде Гүлбақты айтты, егер Инстаграмымыздың парақшамызда практикалық түрде қолданбасақ, ол инструменттер жұмыс жасамайды деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Сондықтан сіз өзіңіздің Инстаграм парақшаңызда менің айтқан инструменттерді қолданбайынша оның нәтижесін сіз көрмейсіз қыздар. Куратордың көмегі болады, яғни сіздің үй тапсырмаларыңыз, жаңағы тақырыпқа байланысты берілген тапсырмалар тексеріледі, дұрыс болса дұрыс, дұрыс емес болса өңде дұрыста деп кураторлар көмек береді. Ең менің жаңағы жақсы көретін нәрсем ол біздің мобильдік ықшамды жаңағы қосымша приложение деп айтамыз. Чатиум приложениесі бар, қазір мен сізге ол туралы айтамын. Сол жерде өте ыңғайлы. Автобуста келе жатсаңыз да, үйде бала ұйықтатып жатсаңыз да, компьютерді арқалап жүрудің қажеті жоқ. Сондықтан бізде телефонда приложение бар. Ыңғайлы уақытта, яғни өзіңізге тамақ істеп жүріп та, автобуста жүріп та қарай бересіз. Және өзіміздің табыс табуға көмектескен инсайттарымызбен бөлісеміз. Өзіміздің опытымызда, өзіміздің тәжірибемізде бұл нәрсенің барлығы болғандықтан біз сіздермен бөлісіп жатырмыз. Курсты өту үшін сізге смартфон керек, және ноутбук или компьютер. Бұл тек неге керек? Таргет жасаған кезде бастапқы 4 модульге компьютермен өтем деген қыздар компьютермен өтсе болады, бірақ бізге таргетке
ноутбук керек болады. Жаңағыдай чатчинг приложениясы туралы айтатын болсақ, бұны қазірдің өзінде өзіңіздің жаңағы Play Market пен немесе App Store-ға кіріп жүктесеңіз болады. Бұл қосымша жаңағы приложение не бесплатный, жүктеуіңіз тегін. Осы жерде біздің онлайн сабақтарымызды қарайсыз. Ол қалай болады? Ең бірінші кірген кезде мынандай қазақша тренинг лендинг несі тұрады, парақшасы. Соның ішіне кірсеңіз, жаңағыдай айттық қой, бірінші модуль, екінші модуль, үшінші модуль барлығы по полочкам мына жерде берілген. Бірінші модульге кірсеңіз, видео сабақ, жанында текстовый несі болады, түсіндірмесі болады. Яғни барлығы оңай, өте оңай. Кірген адам тек кнопканы басуды білсеңіз болды, ары қарай үйреніп кетесіз. Енді қыздар, сұрақ сіздерге, жаңа айттық қой, бірінші модуль үлкен талдау жасау, екінші модуль безендіру, үшінші модуль контент, төртінші модуль трафик, бесінші модуль таргет деп, осының барлығы үлкен ақпарат, ауқымды ақпарат, бір күндік жұмыс емес, бір айлық жұмыс емес қыздар. Осының барлығына сіз қанша баға бересіз? Бұл курсты қанша тұру керек деп ойлайсыз? Неге жаза беріңіздер. Қыздар, сұрақтарыңыздың барлығын көріп жатырмын. Қазір мен біткеннен кейін, вебинар біткеннен кейін соңында жауап берем. 5-10 минуттық сессия жасаймыз. Қанша тұру керек? Рахмет қыздар. Конечно, миллион тұру керек дейді. Конечно, бұл андай үлкен еңбек болғандықтан бұлай жалко деймін ба? Тегін беруге дайынбыз негізі. Бірақ қаншама еңбек, қаншама не болғандықтан қыздар, сіздерге сайтты, қазақша тренинг сайтына кірсеңіз, бұл жерде уже бағасы көрініп тұр. Қыздар, кейбіреулер уже біледі, дұрыс жауаптарын жазып жатыр. Өзіндік жұмыс пакеті, бұл жерде сізге барлық жаңағыдай 30 күннің ішінде барлық 31 сабаққа доступ ашылады. Күнделікті жасайсыз ба, күніне 2-3 жасайсыз ба, өзіңіздің еркіңіз. Бұл жерде куратордан кері байланыс болмайды, тапсырмаларыңыз тексерілмейді. Мен, яғни тренермен жеке кеңес алу жаңағы услугасы қызметі болмайды. Бірақ егер өзім жасаймын, өзім в принципе білем, шамалы қарап шықсам болады деген сияқты қыздар болып жатады. Сіздерге арналған қазір сайтта осындай баға көрініп тұр. Толық пакетте үй жұмысын тексеріледі куратормен, яғни сізге бүкіл сабақтарға доступ беріледі бір айға, сосын куратор тексереді, дұрыс болмаса айтады, мына жері дұрыс емес деп, өңде дұрыста, қатесін дұрыста деген сияқты кері байланысқа сізге шығады. Тапсырма бойынша куратор көмек бермейді, то есть мына жерде мынандай нәрсе, сізге сұрақ беру арқылы өзіңізден дұрыс жауап шығарып алады. Ал VIP пакетті айтатын болсақ, бұл жерде уже куратор сізге кейбірде подсказка беріп отырады. Мына жерде осылай істесек болады. Яғни өзіміздің уже тәжірибемізге байланысты, бізге қандай жаңағы MLM жасайтын адам болса, біз оған айтамыз, сен лучше былай жазба, былай жаз деген сияқты дайын нелерді беріп отырамыз. Инструменттерді, инсайттарды беріп отырамыз. Және VIP пакетте не бар? Курс тренері, яғни менімен жеке кеңес алуға болады. Ол уже курс біткеннен кейін маған айтасыз, менде осылай болды, менде осылай қазір, тағы да не қосасыз деген сияқты. Енді сіздерге вебинардың басында не деп айттым? Күшті тосын сый болады деп айттым. Сондықтан осы тосын сыйдың уақыты келді, қыздар. Вебинар қатысушыларына арнайы ұсыныс. Тек қана 24 сағат ішінде, қазір вебинар біткеннен бастап, мысалға ертеңгі уақытқа дейін жаңағы пакеттер, получается, бұл жерде уже 75%-ке дейін скидка болып жатыр, я. Жаңағы сайтта тұрған 50%-тің өзін 50%-ке шегеріп сіздерге осы вебинарға келген адамдарға 24 сағаттың ішінде өзіндік пакетті 2500 теңгеге, толық пакетті 5000 теңгеге, VIP пакетті 12500, не бары VIP пакет 12500 теңгеге беретін болып жатырмыз, қыздар. Ура, ура, дейді, ура, қыздар, мен де қуаныштымын. Оқыңыз, келіңіз, сізге барлық ақпарат жаңағыдай пайдалы ақпарат беруге дайынбыз. Рахмет, қыздар, қуанып жатыр. Мен де қуанып жатырмын сіздермен. 24 сағат, яғни ертең осы уақытқа дейін сізде осы бағалар тұрады. Тек қана вебинарға қатысқан адамдарға. Рахмет, үлкен қыздар, рахмет. Әрине, оның барлығы еңбек, сіздерге қол жетімді болсын деген ниетпен
Қазір қыздар сіздердің видеоның астында төлем реквизиттері шығып тұр. Каспи Голд карточкасына жаңағыдай чектерін жіберсеңіз болады. Қазір төлем жасап, мына жерде өзіндік пакет, толық пакет, VIP пакет деген сияқты пакеттерді айттық қой. Соларды таңдап, мысалға WhatsApp-қа сосын скриншотын жібересіздер. Төлем жасайсыз, сосын пакетті таңдап WhatsApp-қа чегіңізді суретін жібересіз. Сосын жаңағыдай чатиумде сізде уже не ашылады, доступ ашылады, ары қарай өзіңіздің пакетіңізге сай жұмыс жасап кете аласыздар. Екінші вариант, қыздар, дәл қазір төлем жасай алмаймын 24 сағаттың ішінде деген сияқты, вебинар біткеннен кейін деген сияқты нелер болуы мүмкін, ол туралы толық айтылады. Қазір вебинардан кейін біздің комната жабылған кезде сіз автоматты түрде қазақша тренинг парақшасына ауысасыз. Сол жерде жаңағыдай онлайн курсты өтемін деген түймені бассаңыз, ары қарай сізге барлығы түсінікті инструкция шығады. Қалай, не істейсіз, қайыққа төлейсіз, оның барлығы айтылатын болады. Сондықтан қазір төлейтін қыздар, міне төлем реквизиттері сізге осы видеоның астында тұр. Немесе сәл вебинардың аржанда сұрақ жауаптарды қарайым деген қыздар болса, вебинарны комнатадан шықпаңыздар. Вебинар біткеннен кейін сіз автоматты түрде қазақша тренинг сайтына кіресіз. Сол жерде онлайн курсты өтемін деген түймені басасыз. Әрі қарай не істеу керектігі сізге айтылады. Рахмет, қыздар, рахмет. Күшті, мен де сіздермен қуанып отырмын. Енді қыздар, осымен енді менен ақпарат бітті. Ары қарай сұрақ жауаптарың жаңағы жоғары жақта да көп сұрақтар болды. Көріп отырмын, бірақ жауап бермедім. Сондықтан 5 минут деп белгілейік, я? 5 минут деп белгілейік. 5 минуттан кейін аяқтаймыз. Мен де қуаныштымын. Рахмет. Енді сұрақтар. Нәтиже курс өтсем точно нәтиже бола ма дейді. Точно нәтиже болады. Нәтиже болады дегенде қыздар жігіттер болуы мүмкін. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Бізден ақпарат беріледі, пайдалы ақпарат сіздерге беріледі. Ол нәрсені практикалық тұрғыдан жасайсыз ба, жасамайсыз ба, соған байланысты нәтиже. Кез келген жерде мысалға күрек ал жер қаз десе, ол нәтиже бола ма деп күректі ұстап тұрмайсың ғой, сен қазасын процесс жасау керек. Сол сияқты бұл жерде де біз сізге айтамыз, қалай күректі ұстау керек, қалай жерді қазу керек деген сияқты нәрсені айтамыз. Сіз оны жасауыңыз керек. Жасамасаңыз, извините, нәтиже, конечно, болмайды. Курсты қашан бастауға болады? Дәл қазір бастауға болады. Төлемін жібересіз, чегін скрин жібересіз, сізге доступ ашылады. Дәл қазір бастап кетсеңіз болады. Осы вебинарды аяқтамай, қазірдің өзіне бастап кетсеңіз болады. Шын айтамын, қыздар, оның барлығы автоматты түрде, сондықтан төлем жасап, ары қарай тіркеліп, кез келген уақытта бастап кетсеңіз болады. Қазір болмаса ертең, бірақ я имею в виду, что қазірдің өзінде бастап кете беруге болады. Запись, білмеймін, запись сақталу керек. Сақтап қоямыз, өткен ақпарат өте ауқымды, өте керек шығар деп ойлаймын, сондықтан постараймыз. 5 минуттың ішінде егер үлгермеген болсам, қыздар, мен сіздерге жекеме жасаңыз болады. Сұрақтар менің директім ашық, ол жерге WhatsApp-ым ашық, кез келген уақытта жауап бере аламын. Күшті сұрақ, рахмет. SMM менеджерлер қанша ақша табады дейді. Енді ол опытқа байланысты. Ең басында мен өзім мысалға 15 000 теңгеге бір парақшаны жүргіздім, өйткені менде опыт болған жоқ. Я прям на людях экспериментировала. Шыны керек, маған адамдар айтты, мен саған ақша төлеймін, давай жаса. Мен айттым, менде опыт жоқ, давай жасап көрейін деп. Бірақ опыт жинағаннан кейін ол өсет 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 70 000 деген сияқты. Яғни ол өзіңіздің тәжірибеңізге байланысты. Қазірдің өзінде курсты өтіп жатып, мысалға сіз өзіңіздің парақшаңыз, мен SMM менеджер болам, мен біреудің парақшасын мысалға бір құдашаңыз бар, мейкаппен жарысады. Сен айтасың, давай мен саған SMM жасап берейін. 15 000 теңгеге дегеннің өзінде ше, 15 000 теңгеге айына жасап берейін. Зато сіз өзіңіздің уже курсының ақшасын шығарып аласыз деген сияқты. Ең кем дегені, енді қазір уже 15 000 деген нәрсе жоқ та шығар. Ол мен бастаған кезде 15 000 болды. Так что кем дегенде әр страницадан 50 000, 70 000 теңге ақша тапсаңыз болады. Ондай страницаны мысалға 13 күн жүргізсеңіз, айына 500 000 табасыз. 5 күн жүргізсеңіз 250 000 табасыз. Ол өзіңіздің жаңағыдай күн тәртібіне байланысты. Рахмет дейді. Оқасы жоқ, пайдаңызға, игілігіңізге жараттыңыз. Сіздерге білген білімдеріңіз берекелі болсын. Күйеуім ақша бермейді дейді. Маған да күйеуім ақша бермеген деймін ба? Негізі біздер андаймыз ғой.
по-любому оның несін шығарып аламыз ғой деймін ба. Керек болса шынымен шығарып аламыз. Өтірік нәрсе деп ойлайды дейді. Көбінесе жаңағыдай енді біздің қоғам енді келе жатыр, ондай даму, онлайн деген нәрсе, инвестиция деген нәрсені біз түсіне бермейміз, сондықтан өтірік деп ойлаймыз, қорқамыз, сенбейміз деген сияқты. Дұрыстап сұрасаңыз, күйеуіңіз ақша береді, короче. Қанша уақытта, қыздар айттым, қанша уақытта үйрене аламын дейді. Айттым жаңа, 2 аптада да үйрене аласыз, 1 аптада үйрене аласыз. Прям күніне 5-6 жұмыс жаңа сабақ өте алатын жағдайда болсаңыз, өте тез үйрене. Сағат қанша болды? 5 минут деп едім. Әлі 1 минутым бар, тез үйрене аласыз. Егер күніне әйтеуір біреуін өтіп жүрсеңіз, айына 1 айда үйренуге мүмкіндік бар. 1 айдан кейін созып кетсеңіз, қыздар, бұл уже оқымаймын деген сөз, ары қарай үйренбеймін деген сөз. Ондықтан өзіңізді де алдамаңыз, мені де алдамаңыз. Үйде отырып тағы қандай бизнеспен айналысуға болады сетевойдан басқа? Енді келдіңіз ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе деймін ба? Бұл туралы жаңа уже вебинардан басында айтып кеткен болатынмын. 4 әдіс бар, оның біреуі ғана сетевой, қалған 3-еуі. Ісімі менеджер болсаңыз болады, өзіңіздің хоббиіңізді бизнеске айналдырсаңыз болады, және блог жүргізіп, жарнама алып, сол арқылы ақша тапсаңыз болады. Керемет информация алдым. Рахмет, оқас жоқ. Сізге көп рахмет, жандарым сол, рахмет. Бірнеше курс оқыдым. Түк түсініксіз, сізде қалай өтеді дейді. Неге түсініксіз, жаным? Кәдімгідей өтеді. Видео форматта, чатюмде, жаңа айттық қой, қарапайым тілмен мен сіздерге андай деп жаңағы триггер, біртіңке деген сөздерді айтпай ақ қояйын, жай сөзбен айтам. Триггер деген ол тақырыпты жаңағы адамдардың назарын аудару үшін қолданылатын деген сияқты. Яғни егер сіздің оқыған курстеріңіз бұған дейін слишком жаңағыдай замудренный сөздері көп болатын болса, мен өзімнің курсымды максимально қарапайым тілде айтуға тырыстым. Курс оқып алып 4 әдіспен ақша таба алам. Әрине таба аласыз. Сіз жеке брендіңізді дамытасыз. Оның ішінде сетевой, мен не істеп жүр дейсіңдер. Мен сетевойда да бармын, мен SMM-де да бармын, блогты да маған жарнама береді. Мен бизнесті да манты жаза жатыр қой, алманды. Айтып жатқан жоқпын ба, өзімнің басымнан өткендіктен сіздермен бөлісіп жатырмын деп. Қыздар, уже уақыт болды, 6 минутқа кетіп баратыр. Сондықтан, конечно, курсты оқып алып, осының барлығын үйреніп, ең бастысы практика жүзінде қолданатын болсаңыздар, иншалла бұндай нәрсеге жете аласыз. Ақтөбеге келіп мастер-класс бере аласыз, бере алам. Бұндай ұсыныстар болып жатыр, түсіп жатыр. Ойланғанда береміз, иншалла барамыз. Қазақстанның барлығына турне жасаймыз, кездесуге келесіңдер ғой. Қыздар, сұрақтар көп, үлгермеген сұрақтарым барлығы ұнады, курсқа тіркелемін. Рахмет, сенімдеріңізге үлкен рахмет. Егер үлгермеген сұрақтарыңыз болып жатса, тағы да менің жекеме жазыңыз, директке жазыңыз, WhatsApp-қа жазыңыз, әрдайым сіздер үшін ашықпын. Курсқа қалай жазыламын деген қыздар айттық қой жаңағыдай, ненің астында, осы видеоның астында сізде не тұр, төлем реквизиттері тұр, сол жерге пакет таңдайсыз, төлем жүргізесіз, скринді WhatsApp-қа жібересіз, болды. Немесе қазір мен міне бітіп жатырмын, нені жапқан кезде, вебинарны комнатаны жапқан кезде ешқаққа кетіп қалмаңыздар. Сол жерде сіз автоматты түрде қазақша тренинг парақшасына ауысасыз. Сол жерде нені оқуды, курсты өтемін деген батырманы бассаңыз, автоматты түрде сізге ары қарай не істеу керек, анкета толтыру керек, төлем қалай жасау керек, қандай пакет, барлығы түсінікті тілмен жазылған. Рахмет қыздар, рахмет, игілігіңізге жаратыңыз, сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, осы алған біліміңізді табысқа жетуге, иншаллах жақсы бір жетістіктерге жетуге қолданасыздар деген үміттемін. Сау болыңыздар. Пока-пока, мен жабам. Сұрақтарыңызды жекеге жазыңыз, болды, уақыт бітті.